Assalomu alaykum, ағайын туыс бауырлар. Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Ана сенсіздер ма? Алдыңғы видеода түсірген болатын. Сол видеода комментарийде бір-екі бауырымыз қанша мезгіл жем жейді, қанша мезгіл шөп жейді деп сұрапты. Екінші бауырымыз төс өлшемін қалай өлшеп, қалай тірі салмағын білеміз деп сұрап кетті комментарийде. Енді соған жауап бере кетейін. Енді жемді 2 мезгіл жейді. Азанда 7-де жейді, кешкі 6-да жейді. Бір мезгіл шөп, әбетті 1-де. Бір-ақ мезгіл шөп береміз. Десем жемін тауыспайды. Енді белін өлшейтін болсақ, төс өлшемін иықтан 2 елі жеткізбей шаттың арасынан аяққа 2 елі жетпеу керек. Аяқтары тіке тұру керек. Дәл осылай тіке тұру керек. Басын көтеріп тұру керек. Оған салмақ өлшейтін өзінің лентасы бар, көрсетем. Лента міне төбелісінде мысалы міне 141 болса, төбесінде көрсетіп тұр 255. Кете беретін қарай 60, 70, 80, 90. Екі жарым метрге дейінегі. Өткен айда 3 бұғашаны бел өлшемін тартқанбыз, өлшеп көргенбіз. 43 шыққан, үшеуі 43 шықты, 1-де 43 сантиметр. Болғандықтан 260, 130 кило деген ол, 130 кило. Таза еті 130 кило болады. Ал таза салмағы 261 кило. 50%-бен. Бұлар енді ол 50%-бен аламыз. Қатты семіз болмағандықтан. Ал астындағыларына келетін болсақ, мысалы 238 деп тұр. Бұлар енді сүтті бағыттарға астына. Сүтті бағыттарға Галштейн соларға астыңғы. Ал төбесінде етті бағытқа, ең төбесіндегі етті бағытқа арналған. Сондықтан біз ең төбесіндегі көреміз. Осы айдың 28-іне өлшейтін боламыз. Сол кезде 1 ай болады өлшегенімізге. Қанша сантиметр қосты, соны білетін боламыз. Әр айда білетін боламыз, қанша сантиметр қосып атқан. Ветаптекаларда бар, енді бұл 2000 теңге тұрады. Осыны алып, енді бастап атқан бауырларымыз қанша салмақ болды, тірі салмағы, қанша таза еті білуге болады осы лентамен. Осы айдың 28-іне бұларға 1 ай болады өлшегенімізге. 28-іне өлшеп қанша қосқанын көретін боламыз. Енді бұлар осы айдың басында яшурдан жазылды бәрі. Бәрі яшурмен ауырды.
аяқтарын босамай, ауыздары ойылып. Енді оларға біз алдын ала нитокс саған тұғымыз. Нитокс 200 деген. Яшур басталып жатыр деген кезде осыны сағамыз. Оның пайдасы енді жеңіл кетеді. Жеңіл кетті. Қатты ауырмады, бірақ ауырды. Ауырған кезде обязательно оксилин 20% деген салу керек. Сол кезде тез жазылатын болады малдарыңыз. Осы яшурға қарсы. Осыны салдық біз. Жақсы нәтиже берді. Малдарыңыз мұрындары ағып, тәбеті қашша пенстреп салсаңыздар болады. Әйтпесе малдарыңыз қатты арықтап кетуі мүмкін. Өзіміз осы мұрын аққанға осын пайдаланамыз. Пайдасы жақсы. Енді бұлардан біз 10 грамм саламыз. 3 күн сайын 3 мәрте пайдалансаңыз осын жақсы болып кетеді. Ал нитокстан бір-ақ мәрте саласыз 10 грамм. 5 граммнан бір жамбасқа, екінші жамбасқа 5 грамм. Осында дәл солай 5 грамм бір жамбасқа, 5 грамм екінші жамбасқа, 10 грамм болып жетеді. Бұдан да 3 күн өткізіп саласыз, 2 рет болды сонымен. Ивермекке келетін болсақ, бұны малды қораға кіргізген кезде сразу егу керек. Сразу егу керек. Бұны 1 граммы 50 килоға тірі салмақ. Малыңыз 200 кило болса 4 грамм. 400 грамм болса 8 грамм. Бөліп саласыз 2 жамбасқа 8 грамм, 4 граммнан дәу мал болса. Обязательно салу керек қораға кіргізетіңізде. Сыртқы паразит, ішкі құт бәріне пайдасы жақсы. Кине, мине бәріне. Обязательно қораға кіргізген кезде малды қораны биозинмен сеуіп шығу керек қораның ішіне полный. Күн суығанда бәрі қораға тығылады, бірге бейт, кине. Сондықтан осын пайдаланған дұрыс. Енді жіппен де білуге болады енді. Метрді, кәдімгі нені, белін өлшеп, үст түйіп аласыздар. Осы кәдімгі пресс жіппен белінен тартып, кәдімгі метрмен қанша сантиметр болған біліп, бағанағы мен көрсеткен лентама қарап, қанша салмақ болғанын білсеңіздер болады. Видеода көрсетілген фотоға түсіріп, осыдан білсеңіздер болады, малдарыңыз қанша салмақ қосты, қанша тірі салмағы, соны білсеңіздер болады. Енді 28-іне осы тарғыл, ангус, Микки Маус, осы Алатау, осы үшеуін тартқан болатын. Үшеу ровно бірдей шықты. Бірде 43 сантиметр шықты. Мыналардың бойы аласалау, бірақ еті жақсы, сондықтан дәу болса да сонымен бірдей шықты. Етті бақыт өйткені мына ангус. Бұл да ангус шатыс, негізі Микки Маус, Алатау. Осы. Жалпы қайындай мал жақсы қосатынын біліп алатын боласыздар. Әр айда қанша қосты, қайсысы жақсы қосты, соны білетін боламыз. Бұлар августке дейін тұрады, сентябрь августке дейін. Соға дейін көретін боламыз, қайсысы жақсы қосқан. Ендігі партияда қайсысы жақсы нәтиже көрсетеді,
So'lsidan olатын bolamыз. Angus va jo'g'arda Aladoma, Mickey Mouse va qaysi жақсы пайда қалдырады, со'lsidan alатын bolamыз. Әр бейсенбі күні Жетісай мал базарын түсіретін болам. Қой, жылқы, сиыр бағаларын білетін боласыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Аман сау болыңыздар. Merci.